Азат есімінің мағынасы. Азат армян тілінен шыққан және еркін дегенді білдіреді. Тарихшылар Иран мемлекетінде салық төлемейтін феодалдарды немесе артықшылықты адамдарды осылай атағанын айтады. Кейін помещиктерді азаттар деп атай бастады. Басқа нұсқаға сәйкес азат есімі орта ғасырларда Арменияда пайда болды және аудармада жер иесі сияқты естіледі. Қазіргі уақытта Иранда, Иракта, Әзірбайжанда және Арменияда азат есімі азат есімінің нұсқалы айтылу ретінде жиі естіледі. Кішкентай азат белсенді, баланың айналасында болып жатқан барлық нәрсеге реакциясы кейде өте эмоционалды, бірақ өскен сайын бұл жоғалады. Мінез-құлық көбінесе баланың көңіл күйімен анықталады. Бала кезінен ол өзін бағалауға ие болады. Бала кезінен өзіне бағытталған ілтипатқа дағдыланған, ол жасы ұлғайған сайын өзіне талап қоя бастайды. Ал айналадағылардың айтуынша, азатты бағаламағанын байқаса, ашуланып, тіпті өзіне қарай шегініп кетеді. Ол өз мақсатына сенімді, табанды түрде мақсатына ұмтылады. Ақырында өзі қалаған нәрсеге қол жеткізеді. Мансабын қарапайым жұмысшыдан бастап, 1-2 жылдан кейін директор немесе менеджер креслосын иеленуі мүмкін. Азат өте сенімді адам. Бұл қасиет оның барлық мәнін де болмасын да көп бөлігін сипаттайды. Ол не істеу керектігін және қандай сәтте жасау керектігін жақсы біледі. Және соның арқасында беделге ие болады. Жастайынан айналадағылардың құрметіне ие болады. Өзіне арнаған қызметі оны толыққанды сіңуі. Ол барлық күш-жігерін себебі жұмысқа жұмсайды. Көбінесе мәртебені сақтау үшін барлық физикалық күшін жұмсау керек. Азат көпшілік алдында сөйлеуді, тендерлерге немесе спорт іс-шараларға қатысуды ұнатпайды. Бірақ тағдырдың жазу бойынша көбінесе осымен айналысады. Әрқашан азат өз отбасын бірінші орынға қояды. Мансабын екінші орынға. Ол бүкіл өмірін осы мақсаттарға жетуге арнайды. Азат аяғынан нық тұрып, толықтай тәуелсіз өмір сүріп жатқанда ғана кеш үйленеді. Бір рет және өмір бойы үйленеді. Ол тамаша отбасы адамы. Ол көптеген еркектерден айырмашылығы әйелмен сөйлескенді жақсы көреді. Оны тыңдауға, түсінуге тырысады. Жануарларды жақсы көреді және олардың үйде болуына қарсы емес. Балаларын қатты жақсы көреді, оларды еркелетуді ұмытпайды. Бірақ оларды қаталдықта тәрбиелейді. Соның арқасында балалар әкесін тым қатал санайды. Азат парасаттылықпен, өзгені аяушылықпен, шыншылдықпен ерекшеленеді.